Сәлем. Бүгін сабағымыз бастаймыз. Бүгін сабақта қазіргі ең маңызды нәрселердің бірі интернет магазин қалай жасауға соған тоқталу дейік. Жалпы интернет магазиндер қазіргі күнде көптеп ашылуда. Қазір мысалы оның интернет магазинмен товар сату жаңағы электронный коммерция деп атайды. Қазіргі кезде көптеген жаңағы товар сататын компаниялар осы интернет магазинге көптеп көшіп жатыр. Қазір мысалы мынау веб-студия, сайтпен айналысатын веб-студиялар осы основном жасап жатқандар интернет магазиндер. Себебі қазіргі күнде жаңағы интернет арқылы сатып алатын жаңағы товар сатып алатын адамдар күннен күнге көбеюде. Жаңағы былай магазинге барып неғылғаннан гөрі осы интернет арқылы іздеп өздерінің жаңағы керек тауарларын сатып алып жатыр. Қазір мысалға бізде бытовой техника сататын немесе цифровой техника сататын магазиндер, мысалы Сулпак, Технодом, Эврика, олардың бәрі осы Алсер бәрі осы интернет магазинге көшкен. Олар көшкенде баяғыда көшкен, осы 3-4 жыл болды. Және олар жаңағы былай магазинге қарағанда интернет магазинде тауарлардың бағасы кішкене анау магазиннен қарағанда арзан болады. Себебі халықты осы интернет магазинге сатып алуға жайлап мысалы үйретіп жатқан жайы бар. Енді сол интернет магазинді біз мынау практика жүзінде үйренейік. Ол интернет магазинді жалпы жасау үшін былай жаңа локальный серверде жасап жатырмыз ғой қазір біз сайтта. Сол локальный серверде жасай беруге болады, бірақ мынау егер жаңа заказдарын көреміз, почтаға қалай түседі заказдар, сол жағын шын мәнінде былай көретін болсақ, онда бізге жаңағы домен немесе хостинг керек болады. Домен және хостинг керек болады. Жалпы осы жерде осы мынау домен хостинг туралы әңгіме қозғап, және оны қалай сатып аламыз, сол жөнінде кішкене тоқталып өтейік. Жалпы домен дегеніміз мынау сайттың адресі, URL адрес. Мысалы мынау қазір біз Google.ru-да отырмыз. Мысалы домен KZ деп алуға болады, com деп алуға болады, net деп алуға болады, org, немесе қазақша алуға болады, мысалы қаз деп. Қазір домен барлық түрі бар қазақшада, кириллицамен де ала беруге болады. Мысалы magazin.қаз деп қазақшада ала беруге болады. Немесе com, немесе KZ.ru барлық неде ала беруге болады. Қазір кезде домен хостингті беретін компаниялар өте көп. Қазақстанда да өте көп. Және мынау Ресейде де, және басқа да Америкада, шетелде осы домен хостингпен айналысатын компаниялар баршылық. Және әркімнің жаңағы бағалар әртүрлі. Мысалға шетелде шетел болғанда Америкада HostGator деген не бар? Компания бар, осы немен айналысады. Не дейді, көп жүрген жастар оны YouTube-та объявление шығады, жарнамасы. HostGator.com деген бар, америкалық. Осы жерден алуға болады. Немесе HostGator бар, одан кейін бұлар HostGator'де жаңағы тарифтері бар өзінің. Мысалы 1 жылдық, 1 айлық деген сияқты доллармен төлейсіз. Бұларда безлимит жаңағы память. Мысалы хостингте безлимит, қанша файл қойсаңыз, қанша гигабайт, 100 гигабайт бола ма, 1 терабайт бола ма, файлды қойсаңыз қоя бересіз. Мысалға Қазақстаннан іздеп көрейік жаңағы. Сондай компания бар. Мысалға Google жазамыз, хостинг и домен. Купить
Казахстане. Осыны жазған кезде мыналар мынандай рекламалар шығады. Хостер KZ бар Қазақстанда. Domains PS KZ бар. Мен өзім PS-тен алам. Қазір оны көрсем. Так, Unihost деген бар. GoDaddy деген бар. Ода екінші Америкада. GoDaddy деген бар. Мысалға Хостер деген бар Қазақстанда. Хостерден ағам мен. Домен хостинг. Хосттан алмаған бірақ. Хост KZ-тен алсаңыздар болады. Мен мына қазір жалпы PS-тен алам. Осы компания. Одан кейін Нұрхосттан ағам. Бірақ Нұрхост сәл қымбаттау ма сондай. Мынау PS орташа, енді бұл да арзан емес, бұл орташа. Мына жаңағы GoDaddy.com-да орысшасы бар екен версия. Осы жерден алуға болады хостингті. Бұлар енді шетел ғой, енді біз енді Қазақстаннан алайық. Мына осы сайтқа кіресіздер. Домен мысалы да бұл мысалы любой сайтқа кіріп алу болады, бірақ мен осы сайттан аламын. Бұл сайттан домен хостинг, мына домен KZ-те 3360 теңге тұрады. Мысалға бұл сайттан бірақ сатып алу үшін бірінші тіркелесіз. Тіркелмеген болсаңыз, записывадан басып тіркелесіз, немесе тіркелген болсаңыз вайти деп кіреміз. Қазір мысалға мен осы жерден домен алайын осы. Қазір мен балансымда 598 теңге бар. Бұл PS-те жаңа төлейм десеңіз, әртүрлі төлеу жолдары бар. Мысалы Kiwi-ге жүріппен төлеуге болады, немесе Visa карточкаңызбен төлесеңіз болады. Жаңағы Kiwi терминалда осы счетыңызды толтырсаңыз болады. Счетқа толтырыңыз, жаңағы email логин жазасыз, одан кейін толтыруға болады жазып. Мен енді қазір доменге көшейін. Осы жерден іздеп көрейік. Мысалға өзіңіздің жаңағы керек доменіңіз жазасыз, атын, адресін. Мен мысалға мына доменді көрейін. Бұл домен бос екен. Мына KZ деген бос. Momo KZ бос екен. Қалғандар занят екен. Мысалы осы доменді көргеннен кейін занят болған болса көруге болады. Мысалы мынаны бассаңыз кім занят қылды көруге болады. Толық адрес жазылады. Немесе мысалға KZ, мысалы занятный домен KZ. Кім көресіз, хуиз деп басамыз. Басқан кезде мен жақта барлығы толық жазылады. Мысалы Дәулетияров Сабыржан деп. Осы адам осы домен сатып алған, город Атырау. Хостер KZ-тен алған домен. Бұлар доменді KZ доменді негізінде Казник деген компания бар, сол Қазақстанға тарқатады. Мыналар содан алады. Бірақ үстіне ешқандай ақша ондай не қоспайды. Мысалы стандарт ценасы, мысалы KZ домен 3360 теңге. Барлық компанияларда осы KZ домені 3360 теңге. Мысалға қаз деп алуға болады. Доменға кіреміз. Домен. Audio Jungle.
Енді осы жерде заказать дегенді басамыз. Заказать дейміз. Период регистрация маған 1 жылға керек, 1 год. Одан кейін мына жерде жаңағы хостинг. Енді осы домен алған екен, бұған міндетті түрде хостинг керек болады. Сондықтан егер сіз хостингіңіз бар болса, мынаны көрсетесіз. Ал егер осы хостинг осы PS компаниясында болса, осы жерден жасауға болады. Бұны негіз кейін де өзгерте салуға болады қайттан. Қазір мен тұра берсін, мен осы PS-тен алғам хостингті. Осыны болғаннан кейін продолжить дегенді басам. Сөйтемді оформить заказға кірем. Мына осы жерде мына способ оплаталармен төлеуге болады. Мысалы, безналичный расчет, наличными в кассу, банковская карта, Visa, MasterCard, Homebank'мен төлеуге болады. WebMoney, Яндекс.Деньги через платеж термин Kiwi кошелек-пен төлеуге болады. Интернет-банкингпен төлеуге болады. Мен енді осы жерде Kiwi кошелек-пен төлейін. Так, завершить заказ и получить счет на оплату. Соны басам. Осы жерде мынау перейти в систему Visa Kiwi Wallet-қа кірем. Бұл Kiwi кошелекпен жаңағы сіз PS жаңағы недегі счетыңыз толтырасыз үшін. Соны толтырады, кейін барып төлейсіз. Қазір мынау Kiwi'ге лақтырып жіберді, Kiwi'дің сайтын официальный. Мен енді осы жерге бірінші кіруім керек Kiwi'ға. Так, оплатить. Мына жақта личный кабинет жазасыз міне. Осымен біз әшейін нені толтырамыз. Жаңағы кабинетіміздегі толтырамыз кабинетімізді. Так, сумма ана жақта 500 бар. Сонда 2900 толтырсам болады екен. Неға 2900 бізден. Мен ана жақта 500 теңгем бар. 2900 теңге. Оплатить. Телефон номерін жазам. Так, у вас существует несколько источников средств для совершения платежа. Подтвердить. Енді осы жерге жаңа код жазам. Код жаңа сотқа жібереді. Сол код жазам. Сообщение келді. Міне ваш платеж принят в обработку. Кетті. Енді мен жаңағы неме кірім. Мынау неге сообщение келеді? Gmail'ға, email'ға. Баланс пополнен ет біздің. Неміз толды. Жаңағы неміз. Неға кірсем?
домен. Мына мына жаққа кірсем, енді осыны қазір менде. Так, осыны енді оплатить деп басамын. $3498 толды, жаңа 500 теңге еді. Бұл жерде использовать баланс деген осы. Оплачен. Төленді. Мынақа сообщение келеді тағы. Подтверждение получения оплаты дейді. Осылай келеді, тағы да келеді. Подтверждение келіп отыр. Мына осылай доменді түйсіп сатып аламыз. Оплачен дейді. Енді хостинг қалай аламыз? Хостинг алу үшін менде қазір хостинг бар. Мына жерде хостингтің түрлері бар. Виртуальный хостинг. Мысалға мынандай түрлері бар. Мынау 1 гигабайт 5440 теңге бір жылға. 3 гигабайт 9270 теңге. 6 гигабайт 19440 теңгеге. Менде мынаусын сатып алғам мен. 3 гигабайт сатып алғам. Негіз бұлар азық қылады, бұл хостинг. Бұл неден хостинг алмай қойған жақсы негіз. Безлимит хостингтер бар неде? Россияда. Российский хостингтерді алуға болады. Мысалға мына неде Ресейде бар хост. Немесе мына хосттерде көрейікші. Хосттерде қой екен. Хостингті осы жақтан алуға болады. Осы жерде хостинг деген жазамыз. Осы неден алуға болады хостингті. Менде мысалы қазір неде личный кабинет, мой хостинг и серверға кіремін. Менде қазір 2 хостинг бар. Біріншісі мынау. Жаңа 6 гигабайттық. Менде осы хостинг ішіне менде көп сайттар бар. Мынаның бәрі осы хостингте тұрған нелер. 72% қазір толып тұр. Қазір біз мына бойынша істейміз. Мен бұған WordPress қосып қойғам. Егер WordPress-ті қоспаған болсаңыздар, осыған WordPress қосу керек болады. Мен қазір бұған WordPress қосып қойғам. Так, енді жаңа айттым, интернет магазинмен және мынау
интернет магазин болып жұмыс істеу үшін осы домен хостинг алып, осы серверде жасауымыз керек. Хостинг деген осы мынау серверден орын береді сіздерге. Сіз документтеріңіз, файлдарыңыз постоянно осы серверде доступны болып тұрады. Қазір енді мен онда интернет магазинге көшеміз. Қазір мен жаңа сайтқа кірейін. WordPress қосып болғам. Так, керек. Қамлақта. Қауып. Жерге кіремін да. Мен жазам. Осы жерге кіреміз. Мен қазір консольға кірдім. Енді біз интернет магазинмен жұмыс істеу үшін бізге жаңағы шаблон керек болады, жақсы шаблон. Сол үшін сол шаблон тартылайық. Ол шаблонды мен тарттым. Ол шаблонды алу үшін сіздер мына сайтқа кіресіздер. Mafia ShareNet деген сайт бар. Осыған кіру керек болады. Осы жақтан сол шаблонды скачать ете аламыз тегін. Осы жерде кіргеннен кейін барып, мынау категориясқа WordPress деген таңдаймыз. Осы жерде жаңағы шаблон табамыз. Екіншіден қараймыз. Ол шаблонның аты, қазір айтам. Мен скачать еткем. Ол мына Uberstore деп аталады. Соны жазайық. Uberstore. Search'ке жазамыз яқа. Осы жерде мынау біріншіне кіреміз. Кіргеннен кейін lifetime updates мүмкін. Audio Jungle. Осыны астына түскеннен кейін бізге мынандай ссылка береді. Осы ссылка бойынша біз осы теманы көшіріп аламыз өзімізге. Сол үшін now download деп тұр ғой. Осыны белгілеп алайық ссылкасын. Көшіріп жаңадан не ашып осы жерге қоямыз.
бұл жаққа кіреміз. Ендеке сәл интернет сылау болып тұр. В общем, осы жерге кіргеннен кейін барып download this file ғой, download now this. Осы мәсіз. Сөйлесем, мынандай сұрайды, сохранить етесіз ба? Сохранить десеңіз, сохранить етіп қаласыз. Өзіңізге. Жүктеп алдыңыз, жүктеп алғаннан кейін барып, ол негіз қандай сайт? Негізінде қалай? Көреміз мына жақта. Демо версиясын көреміз. Демо версиясын көру үшін демо URL деп тұр, осыны көшіріп аламыз да белгілеп былай. Сөйтіп жаңа вкладка ашып жоға неға қоямыз адреске. Сөйтіп Enter'ді басамыз. Сөйтіп қазір ол ашылады. Осы ашылғаннан кейін негізінде бұл тема негізінде 60 доллар тұратын тема, қымбат тема. Біз оны тегін алдымыз. Live preview деп тұр, осын басамыз. Көру үшін. Осылай ашылады. Керек емес бізге. Demo frame деген атып тастаймыз. Next. Соны атып тастайық. Şimdi осындай интернет магазин болады. Осы интернет магазин біз құрамыз кез. Quiet Explore Shop now. Осы интернет магазин құрамыз керек. Мысалы, Home'да, Shop'та мысалы right side бар дейміз. Мындай болады. Неше жаңа баннер тұрады. Мысалы, large'ға, medium'a көреміз. Категориялар ғой мынау. Категориялар. American Target. Осы интернет магазин жасауымыз керек. Сонда онда болса іске көшейік. Жаңа нені тарттық. Мынау. Бұның ішіне не бар енді көрейік, ішіне кіреміз. Так, бұны не алайық? Zip файлдан шығарып алайық. Так, licensing need. Жаңағы керек емес.
Readme'ға кіреміз. Slider documentation, readme PDF дейді. Не екен? Мынау осы керек бізге. Жаңағы теманың мына документі. Осы жерде барлық жазылған. Responsive e-commerce theme. E-commerce деген жаңағы электронды коммерция. Интернет магазинде жалпы айтқанда. Соған арналған тема. Қалай қосылады, бәрі бар жазылған. Ағылшынша жазылған. Ағылшын тілін жақсылап меңгеру керек. Өйткені сайт істеген кезде программирование бәрі ағылшынша. Темалардың бәрі ағылшынша. Сол үшін ағылшын тілін жақсы білу керек. Оқу керек онда параллельно. Theme setup and configuration. Мына жерде мысалы теманың настройкалары бәрі айтылған. WooCommerce setup. Ертең осы теманы жасау барысында осы документке қараймыз. Түсінбеген сұрақтарымыз болса. Жалпы осындай интернет магазин жасайын деп отқан кезде сіз бірінші жақсы шаблон тауып аласыз. Осындай именно осы электронды коммерцияға арналған. Любой шаблонмен де істей беруге болады, бірақ советую осы интернет магазинге арналған шаблонмен істеген жақсы. Себебі ішінде жаңағы сайттың дизайны барлығы осы интернет магазинге қарап ыңғайлы істейді бар. Сол үшін осындай e-commerce themes деп іздейсіз интернетте. Сөйтіп тауып аласыз тегінде. Немесе жаңағы сайттан көп тема алуға болады. Бәлдегі Mafia Share Net деген. Сол сайтта көп тегін темалар бар. Енді ішіне бар екен. Жаңағыдегі тема. Енді осы теманы көшеміз қосуға. Жаңағы не алдыңыздар? Жаңағы домен хостинг. Менде бар. Егер домен хостинг жайында түсінбеген сұрақтар болса, маған прямой звондап сұраңыздар, мен өзім алып көмектесіп беремін алатын кезде. Одан кейін домен хостинг алғаннан кейін жаңағы WordPress қалай қосамыз, сондан көрсетіп жіберемін сіздерге. Настройкалардың бәрін, хостингтегі настройкалардың бәрін көрсетіп жіберемін. Егер түсінбеген сұрақтар болса. Кірдік. Енді тема қосу үшін біз білеміз, внешний вид темаға кіреміз.
Uber Store көшіріп алдық. Енді осын жаңағы сайтымызға қосуымыз керек. Жаңа домен хостингте істейміз ғой енді. Мынау серверде істейміз. Так, енді анаяқта мынаның ішіне кіреміз. Мынау Uber Store Open Zip деп тұрады әуелі. Осыны яға шығарамыз. Бізге осы керек. Осы тема керек. Так, бұл жерде Slider Exports. Системімізді темаға кіреміз. Внешний вид темы. Так, осы жерде добавить новую. Загрузить тему. Жаңа теманы таңдаймыз. Бұл деген. Установить етеміз. Установить етіліп жатыр. Күтеміз. Бұл қосылғанша жаңағы нені демо версиясын көре берейік. Жалпы мынау Mafia Share Net деген осы мынау мықты шаблондарды осы жерден тегін көшіріп аласыздар. Категорияға кіресіз, WordPress-тен басасыз. Дейді извлечение файлов. Қосылды мына. Енді активировать деген басамыз. Так, қосылды.
Енді мынау менде қазір мына керек емес плагиндер бар, өшіріп тастайсың ғой. Так, мақалым. Окей. Так, енді жаңағы сайтыма кіріп көрейін мен қазір. Не бар екен? Біздің жаңа темамыз қосылды. Пока ештеңе жоқ. Оның жаңағы несін демо версиясын көрейік мияқта. Ссылка демо URL деп тұр, осын көшіріп аламыз. Мына ашып вкладка ашып, соған қойып enter басамыз. Так, бұл негізі $60 тұратын тема. Біз тегін алып отырмыз. Live preview деп тұр, осын басамыз. Так. Енді бізге жаңағы несін оқиық, документациясын. Superstore. Readme дейді. Readme PDF. Так. Installing sim. Қалай қосатын жаңағы. Setup and configuration. Please visit Appearance Install plugins to install required plugins such as Revolution Slider and WooCommerce. Мына theme setup and configuration. Ол жерде бізге мына екі плагин қосуымыз керек. Мына Revolution Slider жаңағы бас светтегі слайдер шығару үшін мына жаңа Revolution Slider деген бар, соны қосуымыз керек. Плагин. Одан кейін жаңа WooCommerce. WooCommerce деген плагин бар. Міндетті түрде мынау интернет магазинге керек плагин. Бұл плагинсіз интернет магазин жасай алмайсыз WordPress-те. Осы плагин міндетті түрде керек, және осы плагин жақсылап жаңағы настройкасын бәрін үйрену керек, қалай тауар қосады бәрін. Оны қазір жұмыс барысында көрсетемін. Мынау несі документация көрдіңіздер ме? Ағылшынша, сол үшін ағылшынша білу керек. Так, яқта енді неге барамыз? Сайтқа ораламыз, плагинге келеміз де. Так, мына жерде обновление істей жүрейік қазір. Бізге керек қосу керек плагиндар бар. Яқта айтпайды екен. Так, ол жаққа жазамыз. Добавить новый дейміз. Нешеде бүйтіп айтып отыр. Please visit Appearance Install plugins to install required plugins such as Revolution Slider and WooCommerce. Appearance деген внешний вид, және Install plugin деген бас дейді. Внешний вид.
Install plugins. Осын басамыз. Мына осы жерде мына плагиндердің бәрін қосуымыз керек. Біріншіден слайдер, Revolution слайдер қосақ. Install. Кейбір темалар осындай нені өздері береді осы плагиндер. Міндетті түрде қосатын плагиндер дейді. Мына қойып қойды, сөйтіп ішіне кірсеңіз, осындай плагиндер береді. Бәрін қосып шығуымыз керек. Жаңағы мына сайтымыз толық осындай болу үшін жаңа плагиндер керек бізге. Мысалы, мына слайд-шоу шығару үшін жаңағы не керек? Revolution слайдер. Мына товарларды шығару үшін WooCommerce плагин керек. Осы товарларды шығару үшін. Сол үшін біртіндеп бәрін қосып шығамыз. Так, плагин успешно установлен, там артқа қайтамыз. Енді мына қосамыз. Сол, бәрін кезектен қоса берейік бәрін. Так, успешно установлен, артқа қайтамыз. Так, мына Visual Composer кешегі өткен плагин ғой, өткендегі керек плагин. Бұнда қосамыз. Так, мына қосылмады, қосылды ма? Енді WooCommerce қосамыз, ең керек плагин. Install. Плагиннің не удалось істеп отқан не сен? Так, мынаны қоса берейікші. Бізде мынау интернет нашар болып жатқан сияқты. Осындай шықса, мына обновлениені басып жүру керек. WooCommerce енді кетті. Так, мына жерде вперед дейміз. Жаңа WooCommerce плагин қоссаңыз осындай шығады. Мына жерде продолжить дейміз. Так, Қазақстан. Мына жерде негізі мақсат жоқ теңге, бірақ кейін өз өзі жазыласы теңге. Бұл жерде біз қазір рубльмен ала берейік. Не, валютаны. Так. Слева тұра берсін. Так. Продолжить.
Бұл негіз основном керек емес, бұны кейінді көрсете салуға болады настройкасына кіріп, бірақ осы жерде басында айтып өтсек, қосып өтсек жақсы да. Так, мына жерде жаңағы налог жайында сұрайды. Негізі сіздер осыны қосып оқыңыз, асықпай оқып шықсаңыздар болады бүйтіп. Мен қазір оқып қоямын бұны, должен. Ал бәрін оқып отырсаңыз түсінесіз. Бұл жаңағы төлейтін нелер, PayPal-мен төлеу болады, офлайн оплата, бізге пока керек емес. Бізге наложен платеж керек, то есть очень продолжить дейміз. Так, создайте свой первый товар дейді. Так, WooCommerce қосылды. Товар қосамыз, сәлдеген қосамыз. Бізге товар қосып өтіп, бәнде плагинді қосып олайық. Нижний вид install plugins. Екі-үш плагин қалды ол қосылмаған. Қосып олайық. Так, не ма? Install. Успешно қосылғаннан артқа қайтамыз. Контакт формы жетін қосамыз. Контакты керек қой. Артқа қайтамыз. Так, activate. Post types order install дейді. Так, activate. Simple JPEG code install. Return plugins. Activate. Так, плагиндерін қосып шықтық. Енді не дейді? Так, make sure that every post protocol that you add has a featured image attached to it and please make sure it's high quality. Жаңа сурет қосатын суреттер бәрі качественный болу керек дейді. Высокий качественный. Жаман суреттер болмайды да. Так, мына WooCommerce сетабы 270-те 340 болу керек. Use shortcut. Setting styles. Style 1 block. Так, енді кеше мен бәрін шаблон қосып, бірталай нәрсе жасап көрсетіп болсам, программа сақтамапты. Енді қазір бүгін
бәрін өшіріп қайттан басынан көрсетейін деп жатырмын. Одан кейін басқа компьютерде жасап жатырмын қазір. Кеше бір ноутбук істедім, сақтамады дұрыс. Так, енді мынау скачать етіп алдыңыздар мынаны. Енді осыны біз жаңағы неге қосуымыз керек сайтымызға. Домен хостинг алдыңыздар. Мына сөйтіп болғанда WordPress-ті қоссыңыздар. Сол домен хостинг алу немесе алып болғаннан кейін соған WordPress қалай орнатамыз, соны туралы қоса алмасаңыздар маған звондап жіберіңіздер, мен көрсетіп жіберемін. Енді мынау нені қосу үшін маусын қосамыз. Бірінші шешіп аламыз неден? Архивтен шешіп аламыз. Мынау ішіне кіргеннен кейін мынаны қосамыз. Мынау тема, осы тема, осыны қосуымыз керек. Сол үшін мен қосып қойғам қазір, бірақ сіздер қосасыздар. Внешний вид темаға кіресіз да, добавить новую дейсіз. Мен қосып қойғам кеше. Сөйтіп осы жерде загрузить тему деп, выберить файл дейсіз да. Мына жаңағы рабочий столдағы мынаның ішіне кіріп, мынаны таңдайсыз. Осыны таңдап открыть деп басасыз. Сөйтіп установить деп басасыз. Установить болып біткеннен кейін активировать деп басасыз. Болды ма? Мен просто қосып қойғам. Кеше просто ошибка болды да. Одан кейін сол тема қосылғаннан кейін активировать етесіз. Активировать етіп болғаннан кейін мынау внешний вид install plugins деген бар. Осыған кіреміз. Install plugins деген жаңағы осы темаға керекті нелерді қосуымыз керек. Мына жерлерде негізінде сіздерде көп не тұрады. Жаңағы плагиндер тұрады, көп керек. Соның бәрін WooCommerce, Visual Composer, көп плагиндер тұрады. Соның бәрін install деп бәрін қосып шығасыз. Install activate деп шығасыз бәрін. Мен кеше бір талайын қосып шығамын, қазір мыналарды қоса салайын. WooCommerce, товар, анау барлық тұрады осы жерде, соның бәрін қосып шығасыздар. Жаңағы плагиндердің бәрін. Так, артқа қайтам. Так, мынаны активировать етем. Активация етіп шығасыз. Активировать етіп шығасыз. Install деген, установить деген сөз, қосу деген сөз. Мынаны активировать етем. Одан кейін Revolution Slider бәрін қосып шығасыз плагиндерді. Сөйтіп болғаннан кейін мынау Revolution Sliderға кіресіз. Біз қазір мысалы сайтымызда не бар екен? Негізінде мына нәрсе сіздерде болмайды. Бұл нәрсе сіздерде жоқ болады. Мынауда менюлар жоқ болады сізде. Мен кеше просто қостым. Қазір брайтты көрсетіп жіберем. Жаңағы сайтымыздан демо версиясын ашып қойық. Мына слайд-шоу шығару үшін кетесіз. Мына Revolution Sliderға кіресіз. Бұл плагин жаңағы сол слайд шығару үшін керек плагин.
осы жерге мыналар жоқ болып тұрады сізде, бірақ сіз мына импортировать слайдер деген басасыз. Выбрать файл деп мына жерде слайдер экспорт деп тұр ғой. Осыны ана жақтан не алуымыз керек, шешіп алуымыз керек. Бүйтесіз, мынақа кіріп мынаған. Мынаның ішіне кіреміз. Сөйтіп запись жазылып отыр ма? Раз. Мынаның ішіне кіресіз, мынаған кіресіз. Мынау слайдер экспорт деген ашамыз. Сөйтіп осы жерге кіресіз, мынаның ішіне кіреміз. Сөйтіп осы жерде мына Home Style 1 деген таңдайсыз. 1 деген. Енді выбрать файл дейсіз жаңағы жерде. Слайдер экспорт мынаған. Мынаны таңдайсыз. Жаңағы слайд шоу шығарады. Главный страницаға. Сөйтіп открыть дейсіз. Сөйтіп импортировать слайдер десеңіз өзі тартады жаққа. Менде тартылып болған. Мынандай болып шығады кейін. Сол кезде барып, одан кейін страница создавать етесіз. Надо 3 страница создать етесіз. Главное и контакты деп. Магазин деген ол бар. Добавить страницу деп, главные страницаны создавать етесіз. Және контакты. Мынау мой аккаунт, оформление заказ, корзина, магазин деген ол. WooCommerce плагин қосқан кезде автомат түрде сондай нелер пайда болады. Страницалар. Одан кейін страница создавать етіп болғаннан кейін жаңа настройки кіріп, чтениеге кіресіз. Сөйтіп осы жерде статистика деп таңдап, главный страницаға главныйды қоясыз. Қоясыз, сөйтесіз да сохранить изменения басасыз. Сөйтіп страницаға кіресіз. На главный страницаны ішіне кіреміз. Менде қазір интернет сәл нашар болып тұр. Жай көріп отыр. Одан кейін анау демо контент деп айттық қой, демо контент деген мынау. Жаңа мен тауып қойықшы қазір түсіндірейін. Мынау главный страница ашылды да. Осы жерде мынау backend editor деп басып таңдайсыз. Басқаннан кейін барып, мынақа добавить деп басасыз. Басқаннан кейін мысалы мынандай ма? Шыққаннан кейін барып астына түсесіз да Revolution Slider деген бар, осыны басасыз. Басқаннан кейін Home Style 1 деген бар. Жаңа сіз өзіңіз загрузить еттіңіз оны яқа. Сол шығады, соны таңдап Save деп басасыз. Қазір мен қоқ болған. Өшіре салайын. Сол кезде мынау слайд-шоу мынақа шығады алдына. Қазір демо версиясын ашып қойып.
одан кейін мынау жаңағы страницаны создавать ішін бәрін жасап болғаннан кейін внешний вид менюге кіресіз. Кіргеннен кейін мына жақта страницадан главный таңдайсыз, одан кейін мынау магазин таңдайсыз да, сөйтіп контакт таңдап добавить меню деп басасыз. Сөйтіп мынандай болып шығады. Главный бірінші қойасыз, магазин екінші қойасыз, контакт үшінші қойасыз. Сөйтіп navigation bar menu деп осыған птичий қойып сохранить деп басасыз. Басқаннан кейін мына меню пайда болады. Сөйтіп так, мынаның несін көрейік, демо версиясын. Демо контент дегеніміз мынау демо версия болса, осының ішіндегі барлық жазу, сурет, бурет бәрін көшір алуда, загружать етіп алу дайын болса. Бірақ именно мына теманың демо контент жоқ екен. Сол үшін көшіре алмады ғой. Қолмен істейміз енді. Енді қалай товар қосамыз? Товар қосу үшін мына жаңа плагиндер қосқаннан кейін мынандай WooCommerce товары деген нәрселер пайда болады. Мына товариға кірсеңіз, добавить товарды көрдіңіз ба? Осын бірінші біз категория не аламыз, создавать етеміз. Мен мысалға мына жақта қазір магазинге кірейін, шоп басамын. Осы жерде мынандай категориялар бар. Large, medium, X, small, large деген. Осы категориялар мен кеше құрғам. Мына атын жазасыз да, добавить деп жаза бересіз. Бүйтіп шыға береді. Енді мына мысалы магазинге кірсек, мына категориялар. Так, магазинде мен кеше бір не қосқам, бір товар. Қазір көрсем қалай қосу керек екен. Так, осы мынау нені страницамызға кірейік. Жаңа магазин деген страницаға. Біз мына сияқты жанына не шығаруымыз керек? Категория, товар. Так, осы жерде шаблонды біз style sidebar дейді. Мынаны таңдауымыз керек. Leftқа қоямыз, солға, сол жаққа қоямыз. Обновить дейміз. Түсінбеген сұрақтар болса, мына жақтан несін көруге болады. Документациясын. Несінде. Readme деп тұрады. Readme PDF-ке кіреміз. Так, мына жерде installing theme установкасы theme setup көне WooCommerce setup дейді.
настройкасын толық қойымыз керек екен. Настройки. Products. Товары products деген. Мына жерде изображение image size 270-340 болу керек екен. Өзгертіп қою керек екен. Тоқсан дейді. Шорткод. Сохранить. Так, одан кейін мынау көмірсе ертең wish listке бару керек екен. Түсінбеген сөздер болса, Translate Google.com-ға кіріп аудара саласыздар. Отложенный дейді. Audio Jungle. Audio Jungle. Так, ең жаңағы товар давать етейік. Мына жақта товар деп тұр, осы жерде категория создавать еттіңіз. Категория создавать еткеннен кейін барып мынандай нелер шықты. Енді товар давать етеміз. Сол үшін товар дегенге басып добавить товар дейсіз. Осы жерге мысалы товар қосамыз дейсіз. Мен мысалы лакс қойып берейін.
Jungle. şeyde şurada olsa. Audio Jungle. Так, niye koşur olam? Sizler özünüzce kerekli suretleri sosyalleştirin. Audio Jungle. Ta atı. Audio Jungle. Anca zamanla. Audio Jungle. Так, süydemde bağası 240. Description. 240 dep. Audio Jungle. Яха жағы описание. Ал. Мына жағы категорияның біреуін таңдаймыз. Соның ішіне шығып тұрады. Мына жерде изображение товары. Жаңа товар суретті шығып тұрады. Жаңа көшіріп алған суретті қоямын енді. Болмаса. Audio Jungle. Изображение товары тұрады. Одан кейін галерея товар, жаңа 3-4 сурет галерея. Audio Jungle. Мысалы мынау. Audio Jungle. Шүйен таңдайсың. Audio Jungle. 3 сурет тұрады. Одан кейін астына түссеңіз мына жерде нелер тұрады. Audio Jungle. Мына жерде жаңа кратко описание жазуға болады. Audio Jungle. Мына жақта Audio Jungle. мысалға доставка атрибут ценасын жазуға болады. $240 дейді ма? Audio Jungle. Audio Jungle. Мына жаққа мысалы Audio Jungle. сайз, мына жаққа Audio Jungle. не қоюға болады жаңағы. Так, мынау Audio Jungle. содан кейін барып Audio Jungle. Audio Jungle. опубликовать дейміз. Audio Jungle. Енді сайтымызға кіреміз. Магазин. Audio Jungle. Мына қосылды товар. Шықты мына жақта $240. Audio Jungle. $. Audio Jungle. ішіне кіретін болсаңыз мындай болып шығып тұрады. Суреттерін көруге болады. Audio Jungle. Описаниясы бүйтіп шығып тұрады екен. Автомат. Add new. Audio Jungle. Description. Personal information. Audio Jungle.
quantity. Audio Jungle. 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 Ал enable desek ko'ruga болады. Zoom gaz ko'rsatadi. Audio Jungle. 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 жазылады. Audio Плюс Jungle. минус деген шықпайды. Карт. Audio Jungle. Audio Jungle. Егер де Audio Jungle. добавить корзину дейтін болсақ, мына помещен в корзину, перейти в корзину. Мне перейти к оформлению. Audio Jungle. Яқта жаңа толтырасыз нелердің бәрін. Так, мына жерде gmail.com Audio Jungle. continue. Подтвердить заказ дейміз. Audio Jungle. Thank you, order has been received. Почтаға келеді сол. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.
Мына жерде біз жаңа неміз келді. Бірінші маған заказ келді. Мен администратормын ғой. Новый клиентский заказ, осындай заказ келіп тұрады сізге. Audio Jungle. Адресі несі бәрі. Ал екінші сообщение клиенттің өзіне барады. Жаңа клиент аяқ толтырып отқан кезде өзінің имейлін жазды, соған барады. Мынау. Бұл қазір ол жерде мен екі имейлді осыны бір имейл жазғам, содан кейін екі сообщение келді маған. Мынау клиентке барады. Спасибо за ваш заказ. Audio Jungle. Осылай келеді. Audio Jungle. Үсіп Audio Jungle. жаңағы товар добавить болады. Audio Jungle. Тағы не бар жақта? Audio Jungle. Мынаның бәрін қазақшаға аударуға болады. Мынаны бәрін search дейді, default sort. Audio Jungle. Audio Jungle. Мынау внешний видке барып, theme options'a барып, жаңағы теманың настройкасын көруге болады. Мысалға display photos, yes. Audio Jungle. Left side бар. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Яқы логотиптерді салуға болады. Яқта жаңағы төлейтін нелер бар. Мыналар шығаруға болады. Керегін алып, керек еместерін мысалы off деп өшіріп тастайсыз. Audio Jungle. Мысалы мыналар керек емес. Экспресс дейді. Audio Jungle. Audio Jungle. Үшеу ғана алды. Customization. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Яқтан мынау не шықпай тұрғанда ішіне бір неден сап шығу керек товардан. Біз товарға кірейік. Добавить товар. Audio Так енді медиумда не бар екен? Audio Jungle. Конечно. Audio Jungle. Осыны салайық. Audio Jungle. Так, суретін көшіріп Audio Jungle.
Медиумға салайын. Так, изображение. Audio Jungle. Audio Jungle. Галерея. Audio Jungle. Так, галерея. Ну. Audio Şöyle. Jungle. Audio Jungle. Так, buradaki hapishanesi var. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Так, бағас. Audio Jungle. Базовый целлулит. Audio Jungle. Kalite. Audio Jungle. Sale дейді мұны. Sale деген жаңағы скидка да. $300 тұрған $150 тұрады. Audio Jungle. Так, мықты. Audio Jungle. Select your size. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.
Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Якаса навигацияларды коюуга болот мындай. Audio Жанынан чыгат да. Audio За Jungle. категория керегет. Категория товар кахайт. Коммерс битки. Audio Jungle. Намын категория. Ой, Audio Jungle. сохранить. Счетчик сохранить. Audio Jungle. Сохранить. Сохранить. Audio Jungle. Вереміз. Категория товар шықты. Audio Jungle. Large басым екеу шығады. Екеу. Medium. Audio Jungle. Так, мына жақта не бар? Audio Jungle. Сіз шықты. Audio Jungle. Friends. Фильтрді қоюға болады жаңа фильтр. Так. Audio Jungle. Audio Jungle. Фильтр дейді. Audio Jungle. Қойдым. Audio Jungle. Фильтр. Audio Jungle. Audio Jungle. Мен бұны фильтр шығып. Азайтамыз. Фильтровать десе өз фильтрлеп береді. Керексіз мың. Есеп сүйегі болады. Audio Jungle. Жалпы керек маңызды нәрселерін айттық. Жаңа товарды қалай қосамыз, мынандай категорияларды қалай шығарамыз жанынан. Мына сияқты қылып бәрін істей беруге болады. Ондай. Бас светке мысалы шығаруға болады. Оны бүйтеміз. Бас светке шығару үшін жаңағы главный страницаға кіреміз.
жаңағы Visual Composer мен плагинді қолданып жаңағы нелерді қоямыз. Товарларды шығаруға болады. Audio Jungle. Мынаны астына мысалы плюс дейміз да. Плюсті басып, Audio Jungle. осы жерде Audio Jungle. Featured Products деген қоюға болады. Немесе Audio Jungle. Products деген қоюға болады. Мынаны қоя салайықшы. Audio Jungle. Save. Обновить дейміз. Audio Jungle. Главныйға барамыз. Так, шықты да. Audio Jungle. Featured емес, онда оға жерге просто товар қоя салу керек. Audio Jungle. Products. Audio Jungle. Audio Jungle. Мына жерге. Не болды ішінде? Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Ана продуктлар былай шығады екен.